Allah'ın sabahta. Görsün mi? Bir tapsırmasına ne verildi? Göster amca. Tabiat resurslarını игеруге байланысты негізгі проблемалар деп отыра ғой. Енді кім жауап береді? Каусар? Каусар? Егер пайдалы қазбалар жердің беткі жағында немесе оған жақындара жатқан болса, оны ашық әдіспен өндіріледі. Ашық әдіспен өндіруге болады екен. Себебі ол пайдалы қазба жердің бетіне жақын жерде орналасқан отыра ғой. Екінші, шахталық әдіспен өндірілетін пайдалы қазбаны атап картадан көрсетіңіз дейді. Кім жауап береді? Гүлімай келе ғой. Әне бізде картамен жұмыс бар, иә? Көмір ресурстарын қазатын ерлер шамамен 100-ге жоқ. Олардың жер бетіндегі қорығының 80% ол Ресей және ақш және Қытай мемлекеттері, және де Австралия, Канада және Ұлыбритания, Польша, Оңтүстік Африка Республикасы және Қазақстан мен Украинада кіреді. Қазақстан мен Украинада кіреді. Қазақстанда қай қалада еді? Көмір қоры? Орталық аймақта Қарағанды мен Екібастұз қалаларында. Пайдалы қазбалар өндірісінде техника мен технологияны пайдаланып, қалдықтарды қайта өндіруге болады ма дейді? Ақылжан? Ғылым мен технология дамуы пайдалы қазбалар және де пайдасыз қазбалар арқылы өндіру. Шикі затпен, мысалы шикі зат, оны біз қалдықтарды өндеу арқылы шикі зат аламыз. Ол шикі зат қандай шикі зат еді? Германия шикі заты алуымызға болады екен. Келесі ұңғымаларды бөлінейік. Отыра қойыңыздар, үш топқа бөлінеміз. Бірінші топқа жер ресурстары тобы, мейірім, мәлерке, аңсар, бақдәулет. Екінші топ Ақерке су ресурстар тобынан Ақерке, Дастан, Каусар, Инабат. Үшінші топ биологиялық ресурстар Ақылжан, Гүлімай, Ақжүрек, Нұрақұл. Яғни біздің бүгінгі сабағымыздың негізгі мақсаты жергілікті компонентті қосымша қамту негізінде табиғи ресурстарды игерумен байланысты проблемаларды анықтап, оны шешу жолы ұсынуымыз қажет екен. Ал сендерге енді 3 топқа мен 3 тапсырма берем, топтық жұмыс. Маркерді пайдалана отырып, берілген тапсырмаға квадраттап шешеді. 5 минут уақыт беріледі. Скриптор бойынша жұмыс жасаймыз.
теңізіміз біздің тартылып, жағасы барлығы тұздық сор жерге айланып кетті. Енді осы проблемаларды шешу үшін не істеуге болады екен? Осыған байланысты мен мынандай қорытынды шешімге келдім. Егер судың өзінің деңгейін ұстап тұру үшін немесе судың деңгейін асырмайтын гидротехникалық құрылғы деп аталады. Яғни не салуымыз қажет дейді? Су ресурстарын қалыпта сақтау үшін бөгеттер салуымыз қажет. Және де біз өзіміз қазір айтып жатыр, Инабат айтып кетті, күнделікті тұрмыс тіршілігімізде ауа қалай қажет болса, су да дәл сол сияқты қажет. Сол үшін не істеуіміз керек? Өзімізде суды үнемдеуге үлестерімізді қосуымыз қажет екен. Отыра қойыңдар, жарайсыңдар. Өте жақсы. Енді топтар бір-бірімізді бағалаймыз. Әрдің басына шаққанда 60%-ға келген. Алдағы 25 жылда бұл көлем 2 есеге азаюы мүмкін. Егер осы жылдар аралығында осы қалыпта кете берсек, 2100 жылға қарай жер бетінде таза тұщы судың бір тамшысы да қалмайды. Аталған жағдайдың ушығуын электр энергия беретін пайдалы қазбалардың азаюымен, ауаның ластанып, ормандар ағаштардың жаппай кесілуі, өсімдіктер мен жануарлардың кей түрінің тұтас жойылуынан байқауға болады. Біздің бірінші кезектегі міндетіміз экология мәселесіне жанашырлық танытатын саналы қоғамды қалыптастыру. Әрбір адамның табиғатпен, оның ресурстарын қолдануға саналы түрде жауапкершілікпен қарауы, оны сақтаумен қатар тарихи қалыптасуға да әсер етуі мүмкін. Күнделікті тіршілікте бірнеше қарапайым ережелерді басшылыққа алу және өз жақындарыңызды да осы бағытқа салу арқылы жер планетасын сақтап қалуға аз да болса маңызды үлес қоса аласыз. Электр қуатын үнемдеңіз. Суды қорғауға тырысыңыз. Қоршаған ортаны ластамаңыз. Қоқыс қалдықтарды қайта өңдеуге тапсырыңыз. Сауданы ақылмен жасаңыз. Қаланы көгалдандыруға атсалысыңыз. Жердің ресурстарының арқасында бізде өмір сүруге қолайлы орта бар. Ол бізге үй, азық-түлік сыйлап, мәдени жетілу мен өркендеуге мүмкіндік береді. Біздің өткеніміз бен бүгінімізді қалыптастырды. Ал біз өзімізден кейінгі ұрпақтың болашағын қамтамасыз ете аламыз ба? Осыған жер бетіндегі ең саналы жаратылыс иесінің ақылы жетемін. Ол біздің әрбірімізге байланысты. Яғни балалар, бұл видео сендерге жаңағы алдыңғы нені жасадыңдар ғой, топтық жұмысты, содағы білімдеріңді алған, және де мына видеодан алған білімдеріңді енді қазір өмірге байланысты сұрақ қойылады, соған байланысты екі білім нәтижесінде жауап беруге тырысыңдар, жарай ма? Яғни бізге Шоқан Уәлиханов қазақтың демограф, биолог ғалымы, яғни бұл әдебиетке де, география саласына да осы Қазақстан жерін зерттеуге, Орта Азия жерін зерттеуге яғни арнайы жолдар, жануарларға арналған өткелдер салуға болады. Өте жақсы, керемет. Бағдәулет, айтасың ба? Айта ғой. Мен осы ауылда әкім болсам, жануарларды қорғау және ол қызыл кітапқа біздің ауылда енген жануарлар бар, оларды қорғап қорғайды едім. Дұрыс айтасың. Бастағанса? Сол қоймаларының және арықтардың шешуі бар сол инфрақұрылымдарды жаңарту немесе яғни су ресурстарын негізгі проблемалар, қандай проблемалар бар? Астан айта қойшы, су ресурсында. Қазіргі көптеген мысалы ауыл қалаларда көлік жүру. Ол кезде көлік жүрген кезде